атыс тактикалық оқу-жаттығулар өткізу, елестету құралдарын қолдану кезінде қауіпсіздік шаралары, атыс кезінде қауіпсіздік, атысты мықты ұйымдастыру, атыс курсының нақты сақтау, белгіленген қауіпсіздік ережелері мен шаралары, барлық жеке құрамның жоғары тәртіптілігі қамтамасыз етіледі. Атыс өткізіліп жатқан әрбір объектіде оның ерекшеліктері мен жергілікті жағдайына байланысты қауіпсіздік шаралары бойынша нұсқау әзірленеді. Оны атысқа шығарылған бөлімшенің жеке құрамы білуі тиіс. Атысқа арналған қауіпсіздік шараларын және атуға қызмет көрсетуді меңгермеген жеке құрам жіберілмейді. Әрбір әскери қызметші атыс кезінде қауіпсіздік шараларын нақты орындауы тиіс. Бөлім командирлері қарамағындағы жеке құрамның қауіпсіздік шараларын нақты сақтау үшін толық жауап береді. Атыс алдында нысан алаңы тексеріледі және оның аумағында адамдар, жануарлар мен көліктер алынып тасталуы тиіс. Атыс объектілеріне жүру тек оқу орталығының басында көрсетілген жол бойымен жүруге рұқсат етіледі. Жарылмаған снарядтар, миналар, бомбалар, жарылғыш және басқа жарылу қаупі бар заттар учаскесіне кіруге тыйым салынады. Бұл учаскелер тиісті ескерту жазулары бар белгілермен көрсетілуі тиіс. Жарылмаған снарядтар, миналар және басқа жарылу қаупі бар заттар мен елестету құралдарын қозғауға тыйым салынады. Атыс жетекшісінің жауынгерлік машинадан, атушы экипаждарының қоршау бекеттері мен радио байланыс болмаған кезде атуға тыйым салынады. Сигнал бойынша атыс тоқтатылады және атысты тоқтат командасы бойынша жауынгерлік машиналар, атушылар атысты тоқтатады. Қарудан оқ алынады және сақтандырышқа қойылады. Брондың сана бойынша жауынгерлік танкке қарсы атысты окоптан гранатометшілер жүргізуі тиіс. Тасадан тыс жүрген адамдар нысанадан кемінде 300 метр жерде болуы тиіс. Атыс алаңында жауынгерлік танкке қарсы гранаталар мен гранатометшілер ату үшін жеке бағыттар қажет. Ол граната құлау үшін жақсы байқауды қамтамасыз етіледі. Қаруды қолдану кезінде қауіпсіздік шаралары. Қаруды және оқ-дәрілерді қолдану кезінде қауіпсіздік барлық әскери қызметшілердің жоғары тәртіптілігін, қаруды мықты білуді, дұрыс қолдануды және осы ережені қатаң орындауды қамтамасыз етеді. Қарумен қандай да бір әрекет ету алдында әскери қызметші оны мұқият қарауға, оның оқталмағанына жеке көзін жеткізуге міндетті. Магазинде патрон бар ма, әлде жоқ па? Жауынгерлік патрон қалып қойған жоқ па? Қаруды жеңіл оймен қолдануға рұқсат етілмейді. Біреуге ойымен көздеуді дағдыға айналдырма және оған саған бағыттауға жол бергізбе. Өтен қаруды алма және сен ол қаруды білмейсің және өзіңнің қаруыңды біреуге беруші болма. Кез келген қару оқталып тұр деп есепте, сен оны өзің тексермесең. Барлық жағдайда шүріппеге саусағыңды салма. Атуға қажеттілік туындағанға дейін қару қалыпты ұрысқа келтіруі тиіс. Қарауылға түсер алдында қару-жарақ бойынша басшылық талаптарына сәйкес қару мен оқ-дәрілер дұрыстығын тексерілуі тиіс. Ешқашан патронды оқ-жатарға жіберме. Егер қаруды қолдануға қажеттілік болмаса, есіңде болсын. Оқ-жатарда патроны бар қаруды қолданғанда азғантай байқаусыздыққа жол берсең, ол абайсызда атып жіберуге алып келеді. Қызмет өткеру барысында қаруды бөлшектеуге, сақтандырғыштан шешуге, бекітпе рамасын тартуға, оқ-жатарға патронды жіберуге, оқшантайды алып тастауға және оның патрондарын алуға тыйым салынады. Қаруды қолданғаннан кейін, егер әрі қарай атыс жүргізуге жағдай туындамаса, онда қаруды сақтандырғышқа қою қажет. Уақытша қаруды сақтауға, жолдасыңнан қаруды алған кезде қару сақтандырғышқа қойылғанына жеке көзіңді жеткізу керек.
Пирамидадан қаруды қарауыл бастығы немесе оның көмекшісінің рұқсатымен ғана беріледі. Тазалау олардың басшылық етуімен және қадағалауымен жүргізіледі. Бұл кезде бөлшектеу жүргізілмейді. Пирамидадан тыс қаруды қалдыруға немесе басқа біреуге беруге тыйым салынады. Қару ұңғымасы оқтау және оғын алып тастау кезінде жоғары бағытталуы бұрышы 45-60 градус және күзетілетін объектінің тұрғын үй жайы айналасында болуы тиіс. В то время, когда на востоке Украины происходит война, к сожалению, в незаконном обороте на руках у населения находится огромное количество оружия и боеприпасов. Наша сегодняшняя задача разобраться, как потенциально могут выглядеть опасные средства и что же должен сделать одессит, если он обнаружил подозрительную сумку, коробку в местах массового скопления людей. За этим мы обратились к профессионалу. На сегодняшний день на территории Украины в незаконном обороте самыми распространенными являются взрывчатые вещества, такие как тротил, и ручные гранаты различной конструкции. При выявлении данных боеприпасов не пытайтесь самостоятельно разобрать их и попытаться их обезвредить. Это может привести к вашей гибели. В том случае, если вы обнаружили подозрительный сверток, пакет, сумку у дверей своего дома, автомобиля, офиса, сообщите об этом по телефону 102.
После того, как вы обнаружили подозрительный предмет, отойдите на безопасное расстояние, не менее 100 метров или из зоны прямой видимости. И ни в коем случае не используйте мобильный телефон в непосредственной близости от подозрительного предмета. При обнаружении подозрительного предмета постарайтесь обозначить его подручными средствами, но ни в коем случае не пытайтесь накрыть его чем-либо, так как любое воздействие на подозрительный предмет может привести к его взрыву. После сообщения и вызова оперативных служб в обязательном порядке дождитесь прибытия специалистов и расскажите им всю известную вам информацию о выявленном предмете. И помните, эти знания – знания ценою в жизнь. Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно опасных объектов и получите, возможно, более подробную и достоверную информацию о них. Изучите инструкции о порядке ваших действий в случае радиационной аварии. Создайте запасы необходимых средств, предназначенных для использования в случае аварии, герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия. Освободите от продуктов холодильник. Выбросите скоропортящиеся продукты и мусор. Выключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи. Наденьте средства индивидуальной защиты. Возьмите необходимые вещи, документы, продукты питания. Следуйте на сборный эвакопункт. При проживании в местах с повышенным радиационным фоном главная опасность – попадание радиоактивных веществ в организм с воздухом, пищей или водой. Используйте респираторы, ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, а также гражданские противогазы. Сәлеметсіз. Қан кету, қан тамырларындағы қан қоршаған ортаға немесе ішкі ағзаларға, тіндерге және дененің табиғи қуыстарына кеткен кездегі патологиялық жай-күйі. Әсіресе қысқа уақыт аралығында айтарлықтай қан көлемін жоғалту науқастың өміріне тікелей қауіп төндіреді және өліммен аяқталуға себеп болады. Сондықтан да әрбір адам қан кету кезінде алғашқы көмекті көрсете білуі қажет. Кез келген айтарлықтай қан кеткен жарақатты өңдеу кезіндегі алғашқы міндет ол қан кетуді тоқтату болып табылады. Жарақат кезіндегі қан кету зардап шегушіні әлсірететіндіктен және оның өміріне қауіп төндіретіндіктен жылдам және мақсатты әрекет ету қажет. Бүгін біз сыртқа қан кету кезіндегі алғашқы көмек туралы айтатын боламыз. Бірінші қадам – қауіпсіздік. Егер сіз жаппай қан кетуі бар зардап шегушіні кездестірсеңіз, абыржымаңыз. Бірінші кезекте өзіңіздің, зардап шегушінің және қоршаған ортаның қауіпсіздігіне көз жеткізіңіз. Осыдан кейін зардап шегушінің бір қырына келіп жақындаңыз. Оны сабырға келтіруге тырысыңыз. Қолғап киіңіз, бар болған жағдайда. Екінші қадам – сыртқа қан кету орны мен сипатын анықтаңыз. Жараны қолыңызбен, таңғышпен немесе дәке бөлігімен басыңыз. Зақымдалған аяқ-қолды жоғары көтеріңіз. Біреуді көмекке шақырыңыз. Егер көмекшіңіз болса, одан 103 немесе 112 нөміріне қоңырау шалып, шұғыл көмекті шақыруын сұраңыз. Үшінші қадам – жараға тартып тұратын таңғышты салыңыз. Қан кеткен аймаққа таза дәкені қою қажет. Оның үстіне жайылмаған таңғышты немесе бірнеше рет қаптамалап салынған дәкені, не таза қол орамалын, не қатты дәке бөлігін қою қажет. Егер зардап шегушіден қан кетіп жатқан болса, ал қол астында ешқандай қысып таңғыш болмаған кезде қан кеткен орынды саусақпен басу қажет. Ірі артериядан қан кеткен кезде қатты қысып таңғышты дайындағанға дейін және салғанға дейін жараланған орыннан жоғары жердегі артерияны қатты басып ұстау қажет. Жіліншік және білезік аумағында қолдан қан кеткен кезде, қолды бұраумен тарту кезінде шынтақ иілісі немесе қолдық ойысына салынған бинт пакетінің көмегімен тоқтатуға болады. Сирақтан немесе табаннан қан кету кезінде тізе асты ойысына танап қояды. Үйкі артериясынан қан кеткен кезде тез арада жараны саусақпен немесе жұдырықпен басу қажет. Осыдан кейін жараны таза дәкемен толтыру қажет.
жараға тампон салу. 4-ші қадам. Аяқ қолға бұрау салу. Егер қан кету жалғасқан болса, аяқ қолдың терең немесе жайылған жарақаты болса, эластикалық бұрауды, турникетті немесе бұрауышты пайдаланыңыз. Эластикалық бұрауды салу қағидалары. Бұрауды тартыңыз, және киім немесе дәкей бөліктерінің үстінен аяқ қолға бұрауды салыңыз. Бірінші айналым негізі ең қатты және басып тұратын болуы қажет. Бұдан кейінгі әрбір айналым алғашқыдан қарағанда бостау болуы қажет, және алынғының үсті-үстіне болуы тиіс. Бекітуші. Бірнеше айналымнан кейін бұрау соңын 2 түйінге байлаңыз. Салынған бұрау аяқ қолдарға қан ағысын толығымен тоқтатады. Бірақ оны ұзақ уақытқа қалдырған жағдайда ағзаның жойылуы мүмкін. Егер қол астында бұрау немесе турникет болмаған жағдайда, бұрау түрінде оралған қол астында бар кез келген материалды пайдаланыңыз. Тін бөлігі, үшкіл орамал, қалың шарф және тағы басқалары. Қолда бар нәрседен жасалған бұрауды аяқ қолға салыңыз. Таңғыштың соңын түйіндеп байлаңыз. Бұрауышты пайдаланыңыз. Ағаш таяқша, бұрағыш, пышақтың қанабы, зонт және тағы басқалары. Таңғышты қан тоқтағанға дейін бұраңыз. Бұрауышты таңғышпен бекітіңіз. Бұрауды турникетті немесе бұрағышты салғаннан кейін бекітіңіз, және оны салған уақытты белгілеңіз. Бұрауды салу ұзақтығы ересектерде қысқа уақытта 1 сағаттан, ал жазғы уақытта 2 сағаттан аспауы қажет. Балаларда 20 минуттан аспауы қажет. Егер қандайда бір себептерге байланысты осы уақыт аралығында зардап шегуші стационарға жеткізілмесе, жарақаттың үстіндегі артерияны саусақпен баса отырып, бұраудағы қысымды 10-15 минутқа жеңілдету қажет. 5-ші қадам. Шокқа қарсы іс-шаралар. Аяқ қолды көтеріңкі қалыпта ұстаңыз, және зардап шегушіні жылытуға тырысыңыз. Үстін жабыңыз. Қандайда бір жылы затпен бүркеңіз. 6-ші қадам. Шұғыл қызметтерді шақырту. Егер сіздің көмекшіңіз болмаған жағдайда, 103 немесе 112 нөмірлері бойынша шұғыл қызметтерді өзіңіз шақырыңыз. Жедел көмек келгенге дейін зардап шегушіні жалғыз қалдырмаңыз. Алла айтсыңдар, қойыңдаршы, екеуін алыңдаршы, болмайды. Әскер сақ бастығы Қатарда Асқаров, құрметті азаматшылар, мұнда не болып жатыр? Мына кісі мен уақытында мазамда алып жатыр. Сіз әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 449-шы қоғамдық орында тиісу бабын бұзып жатсыз. Мен бұл кісіге тиісіп жатқан жоқпын ғой. Мен сізге жаңа ескерттім ғой, енді сіздің үстіңізде ар жазамын. Онда сіздерді бізбен полиция бөлімшесіне бағынуды сұраймын. Жүріңіздер. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 449-шы бап. Қоғамдық орындарда тиісу. Қоғамдық орындарда заттарды өзгеше тәсілмен сатып алу, сату, айырбастау немесе иемдену мақсатында кәсіпкерлік субъектісі болып табылмайтын адам жасаған, сондай-ақ бал ашу, қайыршылық, сексуалдық сипатта қызметтер көрсету не өзге де қызметтер көрсетуді күштеп таңу мақсатында тиісу, яғни мазалап өтініш білдіру, жеке тұлғаларға ескерту жасауға не 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Жігіттер, темекі шегіп жатсыңдар ғой. Алыңдаршы ма екеуі? Алмайшы маған. Жүріңдер. Әскер сақ бастығы Қатарда Асқаров, құрметті азаматтар, сіздер әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 441 бабын бұзып жатсыздар. Ол қандай бап? Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 441 бабына сәйкес тыйым салынған жекелеген қоғамдық орында темекі шегуге жүрсіңіз. Сіздерді бізбен полиция бөлімшесіне бағынуды сұраймын.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 441 бап. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салу белгіленген орындарда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салуды бұзу. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салу белгіленген орындарда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды тұтыну, жеке тұлғаларға 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Асылхан Қараш, кәмелетке жас толмаған бала ұстаймыз ба? Керек емес, жарты сағаттан кейін қызметтен шешілеміз. Асылхан Қараш, кәмелетке жас толмаған бала. Құрметті азамат, тоқтаңыз. Әскери сақ бастығы Қатарда Қасқаров, сіздің жеке куәлігіңізді көруге бола ма? Менің төлі құжатым жоқ, жасым 15-те, мен әлі алған. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабына сәйкес, ата-анаңыз келгенше полиция бөлімшесіне бізбен баруыңызды сұраймын. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 442 бап. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерде болуы. Әскери сақ бастығы Қатарда Қасқаров, құрметті азамат, сіз Қазақстан Республикасының құқық бұзушылық кодексінің 204 бабына сәйкес белгіленген жерде сауда жасаватсыз. Бізбен бірге полиция бөлімшесіне баруыңызды сұраймын. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 204 бап. Белгіленбеген орындарда сауда жасау. Бірінші, жергілікті атқарушы орган белгіленгеннен тыс орындарда сауда жасау, ескерту жасауға немесе 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Әскери сақ бастығы Қатарда Қасқаров, құрметті азамат, әкімшілік құқық бұзушылықтың кодексінің 434 бабына сәйкес ұсақ бұзақылық жасаған үшін бізбен полиция бөлімшесіне баруыңызды сұраймын. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 434 бап. Ұсақ бұзақылық. Бірінші, ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда былапат сөйлеу, жеке тұлғаларға зәбірлеп тиісу, ғимараттарды, өзге де құрылыс жайларды, тұрғын үй жайларды, көліктегі және өзге де қоғамдық орындардағы ортақ пайдаланатын орындарды мүліктік қорлау және айналасындағыларға сыйламаушылықты білдіретін, қоғамдық тәртіпті және жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын басқа да осындай әрекеттер